Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып химиялық тепе-теңдік. Барынша химиялық тепе-теңдік тақырыбын оңай, тез және 10-15 минутқа сыйдыруға тырысамын. Себебі бұл тақырып 2-40 минуттық тақырып, бірақ бізге ең керекті, маңызды деген қаймағын айтуға тырысатын боламын. Яғни, химиялық тепе-теңдік тақырыбы не үшін алдым? Өйткені көп оқушылар маған сұраныстағы тақырып. Егер сізге де өзіңіз қиналатын тақырыптар, маған қиындық тудыратын тақырыптар деп айтатын болсаңыз, дәл сол тақырыптарды осы сабақтың астына қалдырсаңыз, келесі сабақты сол тақырыпты түсіруге тырысамын. Ал енді бастайық. Химиялық тепе-теңдік. Бұл химиялық тепе-теңдік тақырыбында қандай? Мысалға мынадай реакциялар беріледі. Бұл мысалға минус Q эндотермиялық. Біз білеміз, минус Q-дің эндотермиялық, плюс Q-дің экзотермиялық реакция екенін. Эндотермиялық реакция өзіне сіңіріп алады, экзотермиялық реакция жылуды бөледі. Бұл тақырыпты білетін боламыз. Ал біз егер реакцияда минус Q плюс Q деген таңба болмаған жағдайда, біз оның қалай эндотермиялық, қалай экзотермиялық екенін қалай білеміз. Ол үшін мына реакция айырылу реакциясы болса, онда міндетті түрде онда минус Q болады. Ал егер қосылу реакциясы болса, онда плюс Q. Яғни, мынау минус Q, яғни мынадан оттек пен сутекті қосып су алу реакциясы, яғни оған қарама-қарсы жақ не деген сөз? Плюс Q, экзотермиялық реакция деген сөз. Бізге мынадай мысалға минус Q деген реакция берілді делік. Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін 4 фактор бар. Ол табиғаттың әсері, одан кейін температураның, қысымның және концентрацияның әсері. Температураның әсері қалай? Сізге айтып отырмын жаңа, есте сақтау үшін керекті дүние деп. Есте сақтау үшін температураны жоғарылатқанда, үйде жылу температура жоғары болса, не істейміз? Жылуды азайтамыз, яғни минус Q қыламыз. Дұрыс па? Ал енді температурасы, үйдің температурасы керісінше жанып тұрса, керісінше төмен, салқын болып тұрса, яғни температура төмен болып тұрса, онда біз жылуды көбейтеміз. Дәл солай есте сақтап қалуға болады. Яғни температура жоғарыласа, бізде сұрақтар қалай келеді? Химиялық тепе-теңдікте сұрақтар. Температура жоғарыласа, реакция қай жаққа қарай ығысады? Немесе оң жаққа қарай ығысу үшін температураны не істейміз? Осында 2 сұрақ келеді, ұбт-да. Температураны жоғарылатқанда, біз айттым жаңа, минус Q жағына қарай ығысамыз. Температураны төмендеткенде, плюс Q жағына қарай ығысамыз. Мына реакцияны мысалға алдым. Температураны жоғарылатқанда, минус Q, яғни мына жақ өнім жаққа қарай ығысады. Ал температураны төмендеткенде, плюс Q жоқ. Яғни оң, мына жақ сол жаққа қарай ығысады. Ал ол түсінікті деп ойлаймын. Температураны жоғарылатсақ, минус Q жаққа, оң жаққа қарай ығысады. Температураны төмендетсек, сол жаққа қарай ығысады. Одан кейін қысым. Қысымда бізде қарама-қарсы. Бұл бірақ моль санына қарайды. Моль саны деген не? Коэффициент. Мына судың алдындағы коэффициент 2. Мына жақтағы сутек пен оттектің алдында. Мынау 2, оттектің алдында жоқ болғасын, оны 1 деп аламыз. Мына жақта коэффициент 3. Мында 3 моль, мында 2 моль. Яғни моль дегеніміз бұл коэффициент. Коэффициент. Қысымды жоғарылатсақ, мынау сияқты. Керісінше коэффициент моль санын не істейміз? Азайтамыз. Ал қысымды төмендетсек, моль санын біз керісінше не істейміз? Көбейтеміз. Коэффициентті азайтамыз. Қысым жоғары болса, коэффициент аз. Қысым төмен болса, коэффициент көп болады. Яғни температурада, қысымда қарама-қарсы екенін білдік. Ал енді концентрацияда.
концентрация, бұны енді мен көбінесе оқушыларға айтам, жомарт деп. Не себепті жомарт? Бұл концентрацияға қатысты сұрақтар былай келеді. Мысалға, сутектің концентрациясын арттырсақ қайда ығысады? Немесе судың концентрациясын төмендетсек қайда ығысады деген сияқты. Сутектің концентрациясын арттырсақ, оған жомарт дедім ғой, кімде аз, соған береді. Кімде аз, соған береді. Мысалға, сутектің концентрациясы артық болса, оған қарама-қарсы су жақта концентрация керісінше не? Төмен. Ал судың концентрациясы төмен болса, онда, значит, төмен. Сонда, сутектің концентрациясын арттырса, су жаққа қарай ығысады. Судың концентрациясын арттырса, керісінше сутек жаққа қарай ығысады. Ал судың концентрациясы төмен болса, осы төмен жақта қалады. Яғни концентрация қай жағында концентрациясы төмен, сол жаққа қарай не істейді? Ығысады. Сол жаққа қарай ығысады. Осы үш нәрсе уже аяқталды, бірі қайталап жіберейік. Сонымен, реакция эндотермиялық, экзотермиялық екенін қайықтан білеміз. Экзотермиялық, яғни плюс Q болса, экзотермиялық, минус Q болса эндотермиялық. Яғни айырылу реакциясы кезінде эндотермия болады, қосылу реакция кезінде экзотермия болады. Оны білдік. Концентрацияға әсер ететін үш факторды айттым. Температура, концентрация деп, тепе-теңдікке әсер ететін үш фактор. Температура, қысым, концентрация. Осының температура артқан кезде, жаңа айттым, қалай есте сақтаймыз? Үйде жылу көп болған кезде, жанып кеткен кезде, біз жылуды азайтамыз. Температурасы көп болса, жылуды азайтамыз. Сол сияқты температураны жоғары болса, ол керісінше минус Q жаққа қарай барады. Температура төмен болса, ол керісінше плюс Q жаққа қарай барады. Ал қысым жоғары болса, моль саны аз жаққа қарай барады. Қысым төмен болса, моль саны көп жаққа қарай барады. Ал концентрация, кімнің концентрациясы аз, сол жаққа қарай барады. Мысалға, оттектің концентрациясы аз десек, осы оттек жаққа қарай ығысады, яғни оңға. Немесе судың концентрациясы аз десек, су жаққа қарай ығысады. Ал судың концентрациясы жоғары десек, онда оған қарама-қарсы жаққа қарай ығысады. Сонымен химиялық тепе-теңдік тақырыбы аяқталды. Дәл осындай сабақтар сіздерге керек болатын болса, төменге комментарийға номеріңізді қалдырыңыз, және келесі қандай сабақты қалайсыз, соның тақырыптың атын жазып жіберіңіз, және Мегаскул парақшасына тіркеліп, сол Мегаскулда мен нелерді шығаратын боламын, яғни тақырыптарды, болатын уақыттарды шығаратын боламын. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.